Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен бірге кешкі асқа осындай керемет тағам жасайтын боламыз. Басынан аяғына шейін менімен бірге болыңыздар. Ал енді капустамызды тазартып, артық жапырақтарын алып тастадық, қырыққабатымыздың. Енді осыны 4 бөлікке, бірінші 4 бөлікке бөліп аламыз былай неке. Капуста әдемі тығыз екен. Сосын төрт бөлікке бөлдік. Неке осылай ашылады. Енді жапырақтарын алып, қазір біз қайнап жатқан суға 1-2 минутқа салып аламыз. Жапырақтары неке. Енді өте мына қалың жерлерін алмай ақ қойыңыздар. Осылай жұмсақ жерлерін алсаңыздар жетеді ғой, міне. Неше түрлі иістер бар екен. Осылай неке қалыңын алмай, осындай жұқалауын алып, барлығын сөйтіп алып аламыз. Мына жапырақтар үлкендеу сияқты болып тұр маған. Сондықтан да мен кішкене сәнді болсын, уақтау болып көрінсін деп, мен тағы да бір ортасынан кесіп жіберемін осыны. Сіздер енді үлкендіру қыл істеймін десеңіздер, кеспей ақ қойыңыздар. Солай да жасай беруге болады. Мен осылай кескім келіп тұр. Неке былай кесіп алдық. Енді осыны суға 1-2 минутқа салып аламыз. Суымыз қайнап жатыр. Басып қойдық енді қазір қайнап. Мінекей қайнап жатыр. Бір осындай нанның қатты жері болса, салып жіберіңіздер, жұмсақ болуына жақсы әсер етеді. Мінекей бесіңі 1-2 минуттай бетін жауып қойып, осы бір пісіріп аласыздар. 3 минут қайнады. Жұмсақ жапырақтарын көрсетіп, көрсетсем де болады. Әдемі болып тұр. Енді несін, нанын алып тастаймыз да. Қырыққабатымызды ішінен судан ажыратып аламыз. Мінекей 400 граммдай тартылған етіміз бар, мінекей дайын. Енді оған 2 жуамыз бар, қосатын күрішіміз бар, қосатын. Сосын дозбұрыш қосамыз. Әзірше енді біз қырыққабатымыз суығанша, салқындағанша біз жуамызды уақтап турап алайық. Жуаны енді барынша кішкене уақтап турағандарыңыз дұрыс болады, себебі қазір салған кезінде ірі болып тұрғаны жақсы болмайды, өйткені шағындап жасалып жатыр. Сондықтан да осындай уақытта 2 жуанда осылай турап аласыздар. Міне бір жуада жетіп жатыр екен. Екіншісін қазір қазанымызға тамағымыз салатын кезде соған пайдаланатын қылып қалайық. Онда осы біреу жетіп жатыр. Қалай ашшаны бәлем. Енді жуылған күрішіміз бар, 100 граммдай ма, 120 граммдай болатын шығар, жобалап енді. Бісміллә деп күрішіміз салайық. Болды. Енді тұзымызды, бұршымызды өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша енді кім ашық қылғысы келеді, кім тұщы қылғысы келеді. Менде мынау тартылған етімізде тұз жоқ, сондықтан да көбірек салдым. Енді қара бұршықтан салып жүреміз. Болса паприкадан да салуға болады, болмаса осы жетіп жатыр. Жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл күрішті кейбір кезде осы суға бір 5 минут қоямыз деп жатыр. Мен енді қоймаймын, себебі қазір бұның суы көп болады тамағында. Сондықтан да осылай жіп сырасы салып жүрдім. Неке етімізді бұршын, тұзын, жуасын бәрін салып алдық. Егерде жаңағы фарштарыңыз, сартылған еттеріңіз құрғақтау болса, кішкене 1-2 қасық, үлкен қасықтың су құйып жіберуге болады. Мен май ештеңе қосқан жоқпын, себебі қазір жуа майда қуырылады. Енді осыған азғантайлап фарш салып, қазір осыны енді жаңағы немізге, қырыққабатымызға осылай салып, неке ораймыз. Жыртып алмаңыздар, енді жаңағы суға қайнады ғой кішкене. Неке осылай қылып жасап аласыздар. Тағы бір көрсетіп жүрейін.
етіміз салдық. Осылай, неке, оп-оңай. Осылай жасаймыз. Осылай жасап алдық. Барлығын жаңағы қабатымызды. Енді бізде қалды, мен кішкене мол болсын деп, осындай кішкене тефтелік жасай салдым. Сосын енді біз қалған капустаны саламыз артынан қарта. Енді картопымызды, сәбізімізді, қызанағымызды бәрін турап аламыз. Жуамызды кәдімгі өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турай беріңіздер. Себебі бұл қазір майда қуырылатын болады. Өте уақыт керек емес, мен осылай қылып турайым. Мына сәбізімізді күштен өткізіп алайық. Турасаңыздар да болады. Енді мен осылай, маған ыңғайлы болып тұр. Осылай. Майын құйып алайық. Енді өздеріңіз тамаққа қалай қосасыздар, жобалармен солай қоса беріңіздер. Мен майды енді өлшеп жатпаймын. Капуста негізі, қабатымыз негізі майды жақсы көреді. Мен енді бір жарты шай кесе де қосқан шығар. Осы жетіп қалады. Бірінші жуамызды салып алайын. Енді жуаны егер де өздеріңіз менікі аз десеңіздер, сіздер үлкенірек жуа қосыңыздар, екеу қосыңыздар. Жуа деген ешқашан артық болмайды. Мен өзі жуаны шекілейді, суға піскен, қуырған жуаны жақсы жеймін. Сондықтан да жуаны көбірек сала беріңіздер. Енді осыған жаңағы туралған сәбізімізді саламыз. Көп қуырмаймыз сәбізбен жуаны. Енді осының үстіне қызанақ саламыз. Осында жаңағы қызанағымызды 4 бұрышты қылып тураймыз. Егер де бар болса, сіздерде тәтті бұрышта салуға болады. Енді өздеріңіздің қалап тұрған заттарыңыз осы маған ұнайды десе, соны қоса беріңіздер. Ол бәрібір артық болмайды. Осыны біз қазір төртшілеп тураймыз. Өте уақыт қылмай қойыңыздар. Бәрібір қазір ол қайнаған кезде өзі қазір езіліп кетеді. Сондықтан да осылай мен турап жатырмын. Қызанағымыз. Бір қызанақ жетіп қалады. Егер де қызанақ молырақ болсын, әдемі болады десеңіздер, салыңыздар бір-екі қызанақ. Енді картопымызды саламыз. 1-3 минут кішкене картопымыз туралғанша пісе берсін. Енді картопымызды осындай сәндеп кішкене тураймыз. Қыласыздар ма, жұқа қыласыздар ма, енді өздеріңіз білесіздер. Картопым өте көп салған жоқпын. Мен отбасым өте картопты қатты сүйіп жейді деп айта алмаймын. Ал енді картопымызды жаңағы тамағымыздың үстіне салайық. Араластырып алайын. Осының үстіне тұзымызды көп салмаңыздар, себебі жаңағы фаршымызда да етімізде де бар. Ол жетіп қалады деп ойлаймын. Енді мана қалып болған бізде қабатымыз бар ғой. Енді оны біз лақтырмаймыз, одан қалған борщқа жаңағыдай бірдеңеге жібереміз ғой. Енді осының үстіне бір шай қасықпен мен паприка салып жатырмын. Сосын жаңағы қара бұршымыз. Қызыл болса, қызыл салыңыздар, егер ашылып жақсы көрем десеңіздер. Енді осы жетіп жатыр. Енді жақсылап араластырып жіберейік. Жақсылап араластырып алдық. Енді осының бетіне манағы 40 қабатымызды жауып шығамыз. Бұл текке қалдырмаймыз. Осы дәмді болады. Бәрібір үйде де бұрын осылай голубцы жасаған кезінде осылай жауып тастайтын тұғын. Осылай жауып. Қалған манағы. Одан қалғаны болса тамаққа пайдаланамыз. Осылай жауып шығасыздар бетіне. Жетіп жатыр. Енді осының үстіне жаңағы жасаған мынандай керемет қабатымызды саламыз. Мынаны ішін көрсетсек. Осылай барлығын салып шығамыз.
Жаңағы капустамызды бәрін етсін бәрін салдық. Енді мен бетіне осылай, әр жерінен бір осылай. Енді жай салып жатырмын, артық болмайды. Балалар жеп қояр. Осылай саламыз. Болмаса келесі күнге жасап морозилькеге сақтап қоюға да болатын екен. Болды. Енді мен жаңағы бір стакан су, соған бір ас қасық томат саламыз да, жақсылап араластырып жүріңіздер де. Жаңағы тамағымыздың үстіне бесін деп құйып шығамыз. Біздің капустамыздың өзінің суда шығады, құрметті көрермендер. Егер де аз десеңіздер, кішкене ғана тағы құйып жүруге болады. Бірақ капустаның су шығады. Бір қайнатып алып, отта басып қойып, 35-40 минутта пісіріп аласыздар. 35 минутта мінекей кешкі асымыз дайын болды. Иісі өте керемет. Енді тефтельге күшті бір қайнатып салмағаннан кейін осылай кішкене ержік болып тұр, ештеңе де болмайды. Енді ақырындап бесміллә деп жаңағы немізді, капустамызды осылай бір-бірлеп қойып аламыз. Ыстық. Күшті шығып жатыр. Күшті шығасыз. Қазір көресің. Осылай меке барлығын салып алайық, сосын көресіздер. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біздермен бірге маман жасаған ерекше кешкі ас. Мен саған өзім алып берейін қазір. Нағыз қонаққа қоятын тамақ екен мынау. Иә, мен саған енді үлкен алып бермейін, шағын. Тефтельден жейсің ба? Мына қарашы қандай. Тефтель өзіңіз жеп көріңіз. Картошкасынан салайын, иә? Мына қарашы картошкасы. Кішкене сорпасынан құйып жүрейін. Тезет жемесе, балалар нан жарайды енді, нан жемейді айнас. Бесін деп дәмін татты, точно әдемі екен, жаман екен айтып беретін ол. Ас болсын. Картошкадан басын. Жарайды, картошкадан бассын, картошкадан бассын. Қыстық емес пе екен? Қыстық сияқты. Әйді көрсетіп жүрші мен, көрермендеріме көрсетейін. Қараңыздар, қандай керемет. Түрі де әдемі, сүп-сүйкімді өзі қазір де піседі екен. Күшті прямо. Ал, ас болсын. Голубцыдан дауыс істе, сосын айтасың. Голубцы болғанда енді, капуста ет болған енді, түрі басқаша, иә? Ерекшелеу кішкене. Орам жапырақ басында ақырет. Қалай піскен екен? Мұсақ. Мұсақ па? 35 минутта піседі деп ойлаймын енді. Етті. Бұл кісі аса қатты етке жеп жүрген жоқ қазір. Мен бірақ енді дегустация жасай білегесін. Не алда жеп көрсетеу. Бісміллә. Ас болсын. Картошкасымен. Айындасын дәмтетін баламыз. Ас болсын. Ыстық па? Мамам. Да. Тарымықты. Живой. Да, өте күштапты. Капустасы тіптен әдемі болады, иә? Дәмді соғын дәмісіне. Енді бірден айтып жүр, жаңым сосын бірақ жейтін боласың, иә, қазір? Маған да сіздердің өткен өдем обязательно жасап көріңіздер. Мамаға лайк басыңыздар. Мамаға лайк басыңыздар. Дәмі өте күшті. Мен өзім ет жемейтін адам болып, ет жадым. Дәмі күшті болған сөзім. Жасап көріңіздер. Ұнайды деген ойдамын. Сау болыңыздар. Сіздермен бірге жасаған осындай керемет кешкі тағам дайын болды. Өте жеңіл, өте оңай, қолда бар заттар деп айтуға болады. Қымбат емес, мынау қырыққабатымыз бар. Қай-қайсы болса да, мінекей осылай міндетті түрде жасап көріңіздер менің рецептіммен. Маған комментарий қалдырып кетіңіздер, лайк басыңыздар. Ал келесі видеома шейін қош сау болыңыздар.